Менің кіші отанымның тарихы. Жалпақ жұртынды, есі алашынды құрметтеу, алдымен өзін тұрған өлкенің тарихын, табиғатын танудан, адамдарды ардақтаудан басталады. Абай, Шәкәрім, Мұхтар туған, ұлылар өлкесінің тарихын зерттеу мен үшін үлкен жауапкершілік пен абырой болып табылады. Өз зерттеуімнің Абайдың өмірбаяны мен тарихын зерделеуден бастадым. Сүйер ұлым болса сен сүй, сүйсін ерге жарар ол деп, Абай Құнанбаев айтып кеткендей, ұлылар мекенінде ұрпаққа үлгі болатындай ғұлама тұлғалардың шыққаны біз үшін үлкен мақтаныш. Туған жердің тарихын білу, зерттеу, бүгінгі күні өте өзекті. Өзімнің кіші отаным Семей қаласы туралы мәліметтер жинауда түрлі іс-шаралар атқардық. Өлкетану және қазіргі заман құжаттандыру орталығымен, жоғарғы оқу орын оқытушыларымен бірлескен жұмыстар жүргізілді. Семей қаласы Қазақстанның солтүстік шығысында Ертіс өзенінің бойында орналасқан қала. Семей сөзі көне түркілер тілінде киелі мекен деген мағынаны білдіреді. Семей біздің еліміздің тарихында ерекше орын алады. Оның өткеніне көз салсақ, бұл өңір тарихы ғұн мен түрікті байланыстырған. Ол Қимақ, Қыпшақ мемлекетінің 16 қаласының ішіндегі астаналық мәртебесіне ие қалалардың бірі болған. Ал 17-18 ғасырларда бұл жерде Доржынкет елді мекені болды. 18 ғасыр қазақ даласына үлкен өзгерістердің бірі Ресей үкіметінің қазақ жеріне келуі болатын. Алғашқы Ресей бекіністері Ертіс өзенінің бойында пайда болды. 1718 жылы Семей бекінісінің бой көтергенін Ямышев қақпасы құрылысымен байланыстырамыз. 1851 жылы 23 қарашада Семейдің елтаңбасы бекітілген. Онда түйенің, айдың, 5 бұрышты жұлдыздың белгісі бейнеленген. 19 ғасырдың соны мен 20 ғасырдың басы менің кіші отанымның тарихы бүкіл қазаққа әйгілі тұлғалармен байланысты. Сөздің, жырдың қайнар бұлағы, асыл нәрі Семей. Оның ақиқаттылығы, Абайдай айбынды алыбы, Шәкәрімдей шешен шежіресі, Мұхтардай мұхиты бар өнерден де, әдебиеттен де, мәдениеттен де артта қалған жері жоқ екені сөзсіз. Ұлылардың мұрасы да, мұраты да, атақ даңқы да, мерейтойы да кейінгіге үлгі, ал үлгіге қарап ұрпақ өседі. Осындай ұлы тұлғаларымыз алаш арыстары. Менің кіші отаным алаш қозғалысының жүрегі. Тәуелсіз үшін күрескен алаш автономиясының астанасы Семей қаласының болуы мен үшін асқан қуаныш. Семей қаласы. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов сынды алып тұлғалар қызметімен ұштасады. Бүгінгі күнде Семей қаласында мәдени, әлеуметтік, тұрмыстық нысандар күннен күнге көбейіп, дамып, халыққа қызмет етуде. Семей өңірі табиғатқа бай. Қазақстанның басқа да облыстардың экономикалық өмірі өлкедегі Ертіс өзенімен тығыз байланысты. Өйткені ол республикамыздың Қарағанды, Өскемен, Семей, Павлодар, Екібастұз қалаларын сумен қамтамасыз етуде үлкен рөл атқарады. Семей қаласынан 19 шақырым қашықтықта орналасқан қылқан жапырақты орманымызбен мақтан аламыз. Тәуелсіздік жылдары Қазақстанның ірі қаласы ретінде дамуында үлкен өзгерістер орын алды. Ядролық қарусыз әлем қозғалысын негізгі орталығы ретінде әлемге танылды. Невада-Семей қозғалысы осының бір дәлелі. 1997 жылы облыстық статустан айырылды, бірақ араға бірнеше жыл салып, 2022 жылдың 8 маусымында ресми түрде Абай облысының әкімшілік орталығы атанды. Уа Семей, Көне Семей, Нұрлы Семей, Мәңгі Семей.
ендеше менің кішкене отаным Семей мәңгі жасасын. Елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласындағы туған жер бағдарламасы бізді өзіміздің туған жеріміздің тарихын жетік білуге ғана емес, оны құрметтеуге және мақтан етуге баулиды.